отбасымыз туралы айта кетсек, біз үйде 3 апалы сіңіліміз. Мен ең үлкенімін. Менен кейін Венера. Венерден кейін тағы кішкентай сіңіліміз бар, Гүлмаржан деген. Ол қазір 12-13-тегі қыз. Венера екеуміз қазір енді басқа өзіміздің отбасымызды құрып, күйеуге шығып, балалы, шағалы болып жатырмыз. Арамыз 3 жас. Сен 86, мен 89 жылғы болып келем. Арамыз енді қатты білінбейді, шын айтқанда. Екеуміз көбінесе енді құрбы сияқтымыз бір-бірімізге, әрқашанда қолдау көрсетіп жүреміз. 3 жас шынымен де біз қатты сезілмейді, өйткені біз кішкентай кезімізден тете болып өскенбіз да. Енді көбінесе дос, сырымызды, ішімізді өзіміз бір-бірімізге айтатын еді кішкентайымыздан. Сондықтан ең менің жақын досым ол Венера. Енді мен де Венераның ең жақын құрбысымын деп ойлаймын. Иә. Шын ба? Әрине. Ең тұңғыш естелік ол ең кішкентай кезімізден алсақ, кеше ғана осы кішкентай кезіміздегі суреттерді қарап отырып, бір суретті тауып алдық. Ішінде Венерканың мұрны кішкене жарылған, жара-жара. Ол кезде біз негізінде екеуміз бәсекелесіп, сандықтан секіріп, бір темір осындай табақша қойып қоятын едік. Сол темір табақшаға кім жетеді, сол жеңімпаз болады деп ойнайтын едік. Бірақ Венера кішкентай болғанда, енді арамыз кішкентай кезімізде 3 жас енді ол білінетін еді. Сол кезде Венера секіріп, жете алмай, мұрнымен жетем деп, мұрнымен түсіп, сөйтіп 2-3 рет түскені бар. Ерегескенде келесі күні бізді ата-анамыз апарып суретке түсіреді. Ол кезде бізде қолымызда телефон ештеңе жоқ қой, суретке бет түсе салатын. Ол кезде ол бір ай бұрын дайындаласың, бір орын алама білмеймін, ол кезде біздің үйдің қақ алдында Светлана деген есіңде ма? Магазин. Фотосалонға болған. Сол кезде Венераның мұрны жарық болғанда біз фотоға түсетін едік өмір бақи. Сондықтан сол естелік сол Венерадан. Әрине көп қой кішкентай кезімізде. Венера, сенде қандай есіңде қызық оқиғалар болады? Екеуміз туралы. Қызық оқиғалар негізінде көп. Еске сақталмай қалған да оқиғалар бар. Бірақ енді сол есіме түсіп тұрған оқиғамыз екеуміздің қандай болған. Есіңде ма, екеуміз барып бассейнде фонтанға түсетін едік? Жазды күні, иә. Драма театрының алдында барып әке-шешемізден қашып, себебі олар енді бізге рұқсат бермейтін. Әрине, қорқады. Қорқады. Ең бастысы бір жағынан енді киіміз ластанбасын деп, суланбасын деп шешініп, біз соны пайдаға астырып енді ұсталып қалмаудың амалы ғой. Екеуміз киімдеріміз шешіп тастаймыз, не бар, ұят жоқ, ол кезде кішкентаймыз. Сол не бар, солмен сүңгіп шығамыз судың ішінде. Чем мать родила, деш? Сондай қызықтар болатын. Иә. Ол жылдар енді 90 жылдар енді ештеңе жоқ. Қиын жылдар болған. Мамамыз айтқандай, бірақ мамамыз қол шебер, өзі тігуші. Өзі тігіп, өзі тоқып беретін еді. Иә, өзі киімдер әсем етіп, Динаркаға журналдардан кесіп, тігіп, суреттерді көріп, Динаркаға әрқашанда әдемі тоқитын да, киімдер тігетін де. Сол киімдер енді өскен сайын енді мен одан кіші болғандықтан артынан мен тасып шықтың еш киіп. Маған қалатын, иә. Әрқашанда? Бәрі де солай. Қазір менің де 3 қызым бір-бірінің артынан кет. Өйткені бала тез өседі ғой. Оның әрқайсына киім алу енді ақша жағынан емес. Қазір енді бәрі бар, Құдайға шүкір, ақша да бар. Киім дегеннің нәрсесі көп, дизайнерлер көп. Бұрынғыдан қарағанда. Бұрынғы кезде әрине сол 90 жылғы заман болғандықтан мүмкін біздің мамаларымыз сол бір-бірінің киімдерін кисін деп сол. Бірақ ешкімнен қалмаппыз. Ешкімнен қалған жоқпыз, керемет киіндік. Менің әлі есімде бар, екеумізде бірдей күртеше болды осындай розы, есіңде ме? Бізде екеумізді көбінесе бірдей етіп киіндіргенді жақсы көретін еді мама, егіз сияқты етіп. Егіз болмасақ та. Иә, 3 жыл болса да бірімізде киім киеміз, ол мен ойлаймын бүкіл әр жанұяда бар сияқты онда. Әрине. Иә, бәрі бір-бірден киеді, одан кейін ауылға кетеді, одан кейін ары қарай кетеді. Сондықтан ол норма. Негізі екеумізді де бастысы негізі мені кішкентай кезімізден менің ата-анам әрине, мамам соның ішінде бізді жетелеген өнерге. Венера ол кезде өлең айтатын негізі ой болмаған. Ал мені 5 жасымнан сен ән айтуың керек, сенде жаңағы даусың бар, ритм бар, жақсы қалай айтсам болады, тембрың бар деп
мама мені сол өнерге жетеледі. Бірінші сыныптан бастап мен ән айтуды өте жақсы көретінмін. Сол 5 жасымнан бастап мені өнерге үйірмеледі, жетеледі. Ал Венера болса бізде негізінде кішкентай кезінде ән айта алмайтын, Иә. Тек қана ешқандай дауыста болмаған, тембрда болмаған. Бір секретный бөлме бар, сол бөлмеге барып отырып алып, бақырып, біз оған, ей, қойшы, жапшы аузыңды, айтпашы, сен өлең айтпашы деп біз күлетін едік, енді ойнайтын едік. Мен әрқашанда ренжитін едім. Ренжитін еді, әрине, мен айтқым келеді. Динараны әрқашанда мамамыз дейтін әсендіріп, шашына небір прическа істеп. Ол кезде шашы ұзын болатын, қазіргіден беліне шейін болатын ол кезде. Соны шашына кудрилар жасап, мамам бояндырып, прям кукла Барби сияқты болатын. Соған мен жаман қызығатын едім. Бірақ та маған ән айтқызған жоқ, себебі шынымен де енді ешқандай дауыста болған жоқ, ұсқын келбетте де болған жоқ. Неге келбетің бар? Енді бала сияқты, әрқашанда мамам дейтін шашымды, фотоларды енді қарап отырсаңыздар, әрқашанда шашымды ер бала сияқты қып тастай беретін. Соған мен жылап, әрқашанда неге мен шығармайсың сахнаға деп. Мен ойлаймын, біздің мама ер бала күткен шығар, ер бала туылады деп, сондықтан сені ер бала сияқты әрқашанда бала қалыпты киіндіретін. Бірақ та мен оқуға кеткен жылы 15 жастамын ол кезде. Венерка кішкентай 12 жаста, келесі жылы келгенде 13-ке толып жатқанда мен бір керемет дауыс байқадым Венерадан. Сондай ерекше, біз өмірімізде ойламағанбыз, Венера біздің ән айтады деп. Сол кезде мен байқап қалып, Венераға ұсыныс жасадым. Мүмкін сен ән айтасың, мүмкін сен музыкамен айналысасың деп. Сол кезде сен музыкалық мектепте негізі оқып жүрдің, бірақ та профессия бойынша оперный вокал, да? Нет, жай вокалда барған. Оперный, эстрадный емес. Эстрадный? Иә, сондықтан Венеркамыз біздің кішкене жайырақ бастады 13 жасынан, бірақ та енді қазір естіп отырсақ, Венера менен асып түседі. Қой. Дауысы. Екеуміздің арамызда ұқсастық, көбі айтады, қатты ұқсайсыздар дейді, бірақ кейбір жарты адамдар мүлдем ұқсамайсыздар деп айтады. Мүлдем жер мен көктейсіздер деп сөйтіп күліп жатады, бірақ білмеймін, ұқсастық бар ғой? Ұқсастық бар деп айтады көбінесе енді. Бірақ мінез құлпы жағына келгенде екеуміз екі түрліміз. Динара, кішкентай кезімізде басқаша болғанбыз. Мен енді бала мінезді, өзім тентектеу. Динарка бізде кербез, әрқашанда бір сұлу. Біздің көшемізде ең әдемі қыз болған ол Динара. Өз достары болып көшеде сайыстар істейтін едік, как мисс Атырау. Мисс девятиэтажка деп. Шынымен де. Сол кезде Динара әрқашанда бірінші орын алып кететін. Себебі дауыста болды, келбетте болды. Мен өсе келе енді мінезіміз өзгерді. Ауысты. Динарка бізде такая, қалай айтсам болады. Мен ойлаймын, өмір өзгертеді. Өйткені мен кішкентай кезімде Алматыға келдім, оқуға түстім, 15 жастамын ол кезде. Енді қалай айтсам болады, өмірге әрбір сынаққа енді кішкене қатып, үсіп, кішкене күйген жерімізде болады, сондықтан өмір өзгертетін шығар. Мен Алматыға келгелі кішкене енді бір пысықтау, сондай пысықтау қыз болған шығармын. Иә, ал Венерка бізде... Мінезің қатайды? Мінезім қатайып, ал Венерка бізде кішкене кері қарай жайбасар, үйдің жұмысымен, бала шағамен, сондай жақсы отбасына күйеуге шығып, үлгілі келін болып жүр. Ал мен де енді жаман емес келін деп ойлаймын, бірақ та біздің жұмысымыз енді шоу-бизнес деген оңай зат емес қой, сондықтан мен енді кішкене пысықтау болуға тырысамын, өйткені айтады ғой, өзіме өзің ұялып, қысылып жүрсең, ол ешкімге керек емес, сондықтан ұялмау керек, тырсыну керек, талпыну керек, жүгіру керек, жұмыс істеу керек. Кішкентай кезімізде ұрыс төбелестер деген Құдайдың құт түгіні болды. Тұратын. Ол кезде Венерка енді жаңа айтып кеткенде тентектеу болды. Ол маған тиісетеді, мен одан таяқ жеп жылайтын едім кішкентай кезімде. Қазір мен қарап отырамын, мен өзімнің енді кішкентай қыздарым бар ғой, тап солай. Үшеуі төбелескенде бір-бірін ұрып, енді мен негізінде көп кіріспеуге тырысамын, өйткені өздері ана жерде төбелеседі, одан кейін өздері сүйісіп, кешірім сұрап отырады бір-бірінен. Бізде де солай болдық кішкентайымызда. Біз ұрыста енді екеуміз енді
көбінесе дос мейірімді болдық бір-бірімізге. Апалы сіңлі болғандықтан көбінесе енді анамыздан ұрыс еститін едік. Иә. Кейде таяқта жеп жатамыз, соны көбіне енді таяқтың басы енді апама тиіп отырады. Үлкені болғасын әрине, үлкендер үйде таяқ жейтін үлкендер, сондықтан бірақ одан жаман болдық деп ойламаймын. Жақсы тәрбие алдық, мамамыз Құдайға шүкір жақсы тәрбие берді. Біздер бір-бірімізге ешқашан қарсы шықпауды үйретті. Жаңағы Венера менен кіші болса, жарты жыл кіші болсаң да ешқашан әпкеңе, бізде енді атырауда апаңа дейді, апаңа қарсы шықпа деп айтады. Ол деген сенің ең жақын бауырың, мен сендерге басқа бауыр туып бере алмаймын деп. Енді жаңа қазір айтады енді ол үлкейгеннен. Енді ол кезде енді айтатын еді, бауыр болғандықтан бір-біріңді сыйлап жүрсіңдер деп. Сондықтан енді әлі күнге шейін сыйлаймын. Мен Венераны жақсы көретінім, өйткені ол маған ешқашан бетіме жаман қарсы сөйлемейді. Мен не айтам, соны жасап жүрек тыңдайды. Сондықтан мен өте бақытты жанмын деп ойлаймын. Өйткені қасымдағы сіңілім менің қасымдағы тірегім. Менің мысалы Венерадан алған мінез құлқы негізі өмірде өзгермейді деп айтады. Әркімнің өзінің индивидуальный деп айтса да, өзінің біріккен туғаннан бастап қалыптасқан мінезі болады. Менің мінезім енді қалай айтсам, сыйлық емес, бірақ та Венерадан көбінесе үйренгенім ол сабырлық, төзімділік, өмірге деген төзімділік, сабырлық, сол өте дұрыс деп ойлаймын. Ал Венера менен не алды, оны білмеймін. Динаркадан алған нәрсем әрине көп. Ең бастысы айта кетсек, өмірге тіке қарау, қорықпау әрине. Әрқашанда мен өзіммен сондай сескеншек, қорқақтау болып келем. Соны Динара мен әлі күнге шейін айтатын сол. Саспа, қорықпа әрине. Алға. Девиз бізде. Қорықпа, саспа, алға, артқа қарама. Мен Венераны сол жаңағы 15 жасымда келіп ән айтатынын естіген кезде, мен сол кезден бастап саған сахнаға шығу керек, саған көбірек өзіңмен айналысуың керек деп Алматыға өзім оқу бітіріп, енді жұмыс істеп бастаған кезде шақырған кезім болды. Венера енді өзіне жанұя таңдағаннан кейін біздер енді ол өзінің қалай айтсам, өзінің енді өмір жолы шығар. Жанұяммен, бала-шағаммен болам дегендіктен сол кезде 18-де Венера маған келіп рұқсат сұрап, Алматыға тұрасың ба деп сұраған кезде, жоқ, мен тұрмай-ақ қойыншы, мен тұрмыс құрғым келеді, сүйіктіме қосылғым келеді дегеннен кейін менің алдымнан шықпай тұрып, рұқсат сұрап күйеуге шығарып жібергеніміз бар. Ол кезде 18-де жап-жас кішкентай қыз. Енді ол да керемет, негізі әр әйел адам енді тұрмыс құру керек, отау көтеру керек деп ойлаймын. Қазір енді Венера өзінің ойы бар, жайлап өзінің шығармашылық жолына қайта оралғысы келеді. Негізі ол кеткенде жоқ, жай ғана өзінің семьясын құрды. Балалар енді өскесін. Қазір мен ойлаймын, сен жеке тұлғасың әрине. Сен өз-өзіңді алмасаң қолыңа, сені ешкім итермелемейді. Біздің мамамыз енді күн сайын айтады Венераға. Венерка, ән айт, сахнаға шық, Динара жүр ғой сахнада. 4-5 баласы болса да сахнада сен шығуың керек деп. Енді біздің арамызда қанша 3000 километр. Венера Атырауда тұрады, мен Алматыда тұрам. Сондықтан әрине ол шоу-бизнесқа енді шығармашылық жасау үшін ол үлкен қалаларда тұру керек деп ойлаймын. Алматы, Астана деген сияқты қалаларда. Сондықтан Венераға ұсыныс жасаймын. Күнде телефонмен былай да, кел, екеуміз бірге жүрейік, бірге сахнада ән айтайық. Керемет зат қой, қасыңда бауырың, туған, ең жақын адам ол ең сенің туған бауырың. Сондықтан ешқандай құрдас керек емес деп ойлаймын, қасыңда бауырың жүрсе. Сондықтан Венера, сен жеке тұлғасың. Қазір мен айтып тұрмын. Келуің керек, бастауың керек өнер жолын. Әрине тырысам. Сен соған өзің көмек көрсетіп жатсың. Мен кішкентай кезімде енді көп түсінген жоқпыз. Ол жеке тұлға деп түсінген кезім бұл Алматыға кеткен кезде 15 жасында. Сол 1-2 жыл өткеннен кейін Динарка Суперстар деген конкурсқа қатысқан. Естеріңізде болса, Суперстар KZ деген.
сол кезде енді әр апта сайын теледидардан көрсетеді кешкілікте. Экраннан ол кезде енді өзім бармаппын Алматы қаласына тірілей көру үшін. Тек теледидардан көрген кезде енді бәрі қолдау жасап жатыр ана жерде. Динарка, біз саған сенеміз, Атырау алға деп отқан кезде, бұл менің апам деп, әрине сол кезде мен түсінгем, Динарканың біздің енді жұлдызы жанып жатырған сәті деп, өзім сондай қатты қуанғаным сол кезде, өзім апам үшін. Сол кезде түсінген, сол кезде енді Динарканың өзінің жолы басталды, одан кейін ол группа құрды, қыздар тобын, Чайнатаун деген естеріңізде болса. Сол сәтте басталған сәті Динарканың. Сын айтқанда, әрине бірдеңені түзейсің, өзіңнің бірдеңеңді қосқың келеді. Венераға айтамын, сен ұялма, кішкене солай қорқпай айт, ашық дауыспен, жабылмай, қорқпай айт. Осы жақын арада біз есіңізде болса антаспамның тұсауын кестік. Сол кезде Венерка енді Алматыдағы сахнаға, үлкен сахнаға бірінші рет шықты деп ойлаймын. Өте жаман емес өнер көрсетті. Кішкене ұялшақтағаны бар, енді ол болып тұрады. Мен сол кездерде енді сын айтамын, сен былай айт, сен былай тұр сахнада, былай тұр деп. Оны ешқандай ренжімеу болмау керек. Ренжімейді. Сондықтан маған Венерка ешқашан сын айтпайды. Мен Венерадан звондап сұраймын, қалай ойлайсың, былай айтайын ба, былай айтайын ба. Сол кездерде маған жақсы кеңестер беріп жатады Венера. Сол ал сынға ешқандай реніш болмау керек деп ойлаймын. Сондықтан әрине әпкеңнен болса, иә, сондықтан сен ешқашан маған енді сын ол дұрыс жаңа жақсы көмектесетін кеңестер беріп тұрса, ол жаман емес. Біздің жанұямыздың салт дәстүрі негізінде әр туған күн, әр бала шағаның туған күнін, қандай болса да мереке болса, жай мен сахнаға шығып жатсам да телевизорден мама қарап қой, кешке мен осындай уақытта шығамын дегенде, бізде бүкіл жанұямызбен, күйеу баламызбен, Венераның күйеуі бала шағамызбен бәрі теледидар алдына жиналады. Немесе туған күн болса, міндетті түрде біз анамыздың үйіне барып, сол үлкен дастархан құрып, бала шағамызбен мара-шара болып жатамыз. Үлкен отырыс болады. Семья кішкентай емес. Соның ішінде мама маған күледі, сен мені әже қылып бітірдің деп. Енді Венеркадан 2 бала, менен 4 бала, сол 6 рет әже. Балалар әже деп сол үйде жиналғанды жақсы көреміз. Енді мен шетелде тұрғандықтан көп бұрын келе алмайтын едім. Жаңа жыл, жаңа Наурыз деген мерекелерге. Бірақ Венералар жанұяларымен, мамамен, папамызбен бәрімізбен кездесіп тұрады жиі. Себебі енді бір қалада тұрғаннан кейін әке-шешем қасымызда тұрады. Өте Венера традиционно апта сайын балаларын мамаға моншаға түсіруге апарады. Это традиция. Жақсы. Мен енді алыста болғасын, мамамды енді айына жылына 1 рет көремін. Ол да келіп тұрады осында Алматыға. А Венера енді маманың қызы, ерке қыз, кіші қыз болғандықтан сол сен енді кішкентай біздің Гүлмаржан деген сіңліміз тумағанша Венера кіші қыз болып саналды бізде үйде. Одан кейін енді біз күйеуге шығып балалы шағалы болғаннан кейін тек мама ойланып, жаңа 3-ші қызды дүниеге алып келді. Сол өте жақсы деп ойлаймын, өйткені біз екеуміз кетіп қалдық алысқа. Қасында жүретін дос қызы, кішкентай қызы бар. Мен аузым жабылмайды. Мен айта беремін. Венерка бізде көп сөйлемейді, сондай. Тұйық адам. Тұнық адам, көп сөйлемейтін. Ойындағысын, мен негізінде бірдеңені ойлап тұрсам, мен айта салам бетке. Ұнаса да, ұнамаса да, менің артымда ешқандай жаманды өсек деген болмайды деп ойлаймын енді. Ал бірдеңе ұнамай тұрса, мен Венера солай, бұның дұрыс емес, бұның дұрыс, сөйтіп істе, бүйтіп істе деп айта салам. Ал ол маған көбінесе менің көзқарасыма қарайды, менің көңіл күйіме қарайды, бірдеңе айтуға енді кіші болғандықтан мүмкін ұялып айтпай жүреді. Қазір сізде керемет мүмкіндік бар, сондықтан камераға Венеркам айта ғой, қандай ұсыныстарың бар, қандай кеңестерің бар маған айтатын, мүмкін реніштерің бар саған маған айта алмай жүрген жылдар бойы.
білмеймін, жиреніш жоқ әрине. Себебі сен енді менің туған апамсың. Айтады ол бауырды табу мүмкін емес деп, мүмкін дос табуға болатын шығар да даладан. Ал бауырымызсың, әрине саған ешқандай реніш жоқ. Енді бұл білмеймін, өзіме осындай апам бар екеніне өте бақыттымын, шын айтайын. Себебі енді даладан, енді инстаграмнан көріп отырсаңыздар, бәрі дейтін Динараға қолдауларын көрсетіп жатады. Бәрі өздерінің сүйіспеншіліктерін білдіріп жатады апама. Қандай керемет жансыз, осындай бала, 4 баланың анасысыз, бәріне үлгеріп жатасыз, үйде де, жұмыста да деп, қалай сізде соның бәрі енді осындай кезге қалай жетіп отырсыз деп сұрап жатады апамнан. Енді соны көріп отқан мен өте қуаныштымын әрине. Себебі екі адамның қолынан, екінің бірінен келмейтін нәрсе қолдарынан әрине. Сол апамды өзім өте қатты жақсы көремін. Енді өмірімізде бір сәт болған, екеуміздің кішкентай кезімізде екеуміз енді семьяның жағдайларына байланысты бірімізді бір уақыт көрмей қалдық. Енді сол кезде енді армандаймын әрине. Неге өтіп кетті ол сәттер деп, кішкентай кезімізде енді білмеймін. Оның бәрі өмір. Жоқ. Сол сәт енді әрине жетіспейді. Енді бұл сәтті мен балаларымыздан көрем деген ойдамын, әрине. Екеумізде анамыз, ода 4 бала, менде 2 бала. Енді балаларымызға біз енді сондай тәрбие беріп жатырмыз қазір. Бір-бірлеріңнен ажырамаңдар, әр уақытта бірге болыңдар деген кеңес беріп жатамыз балаларымызға. Енді дұрыс тәрбиелеу үстінде деген ойдамыз. Сол? Қалай орысша айтқанда, с любимыми не расставайтесь. Даже если на миг прощаетесь.